Қысқы спорттық сайыс осындай атаумен Талдықорған қаласындағы ипподромда қала тұрғындары мен қонақтарына демалыс ұйымдастырылды. Шара мұсылмандар діни басқармасының ұсынысымен өтті. Ал сайысқа керек жабдықтарды жастар орталығы мен спорт және туризм басқармасы қамтамасыз етті. Көздегендегі мақсатымыз спорттық ойындар емес. Бұл жерде адамдар, халық келіп, Талдықорған тұрғындары келіп, өзінің отбасымен келіп, бір демалып кететін, серуендеп кететін, мынау таза ауада осындай ашық күнде шығып саяхаттап кетсін деген мақсатта арнайы атшаналар қойдық, осы атпен серуендеулерді қойып жатырмыз. Одан бөлек жаңағы арнайы баллондар қойдық, сырғанап ойнасын деп, әйел адамдарға арналған жарыстарда қойып жатырмыз, отбасылық ойындар. Ұйымдастырушылар алғашқы жарысты шаңғы тебуден бастады. Олардың арасындағы ең үлкені Жұмабек Рамазанов. Осы демалыс үшін арнайы Ақсу ауданынан келді. Тіпті бүгін туған күні екен. Атаулы мерекені үйде емес таза ауада өткізуді қалапты. Сондықтан шараға барлық отбасымен келген. Бүгін мына жарысты естіге деген қалаға келгенге қатысып, болмаса бір жастарға үлгі болсын деген ниетпен келіп отырмын. Өзім сол 40 жыл бала тәрбиелеп, сол дене шынықтыру пәнінде сабақ бердім. Сол жастарымыз әрқашанда осындай үлкен азаматтардан үлкендерден үлгі алса екен деп ойлаймыз. Шаңғы жарысынан бөлек қазір бұл жерде кішкентай бүлдіршіндерді де арнайы күрестіріп жатыр. Сол жарыс қалай өтіп жатқан бірге көрейік. Бұл жарысты толағай күрес деп атайды. Мұнда қатысушы арнайы киім киіп қарсыласын жығу керек. Алғашқы болып мектеп оқушылары бастады. Солардың бірі Ахмет Дәулеткелдіұлы. Ол да белдесуге бірінші рет шығып тұр екен. Жолы болып қарсыласын жеңді. Жарыс өте қызықты өтіп жатыр. Күрес оңай емес екен. Күрескен кезде киімнен ұстаған ыңғайсыз, салмақ ауырла кетеді екен. Сонда да барын салып жеңдім. Бұдан бөлек ипподром қызметкерлері арнайы жылқыларды әкелді. Әрбір келушілер атқа мініп, таза ауада серуендеуіне мүмкіндік жасады. Ал бүлдіршіндер үшін ат шана жегілді. Бүгінгі қысқы спартакиада өте жақсы өтіп жатыр. Отбасымызбен тамашалауға келдік. Көңіл күй көтеріңкі, тамаша. Осы спартакиаданы ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Сенбі жексенбі күнгі демалысты үйде өткізгенше, отбасымен осылай таза ауада демалған пайдалы. Ал спартакиада соңында жеңімпаздарға арнайы бағалы сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар ұйымдастырушылар бұл шараны дәстүрге айналдыруды мақсат етіп отыр. Тіпті аудан орталықтары мен ауылдарды қосу жоспарларында бар екен. Еркебұлан Жақыбай, Ғабит Қабдырахман, Таңжарық бағдарламасы.